Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін менде соңғы қысқа дайындықтар. Жылда өзім дайындайтын универсал соусымның жасалу әдісімен бөлісетін боламын. Бұл соустың ерекшелігі қыстың күні кез келген тамақтарыңызбен де жақсы үйлеседі. Сонымен бірге көбінесе мен бұл соусты қысқа сақтайтын, яғни тұздап сақтайтын қырыққабатымның арасына жағатын соусым. Және екі түрлі тәсілмен дайындалады. Видеоны соңына дейін көріп, ұнатып жатсаңыздар, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Тіркелмегендеріңіз болса, қазақша контентті қолдап тіркеле кетіңіздер. Соусымызды дайындау үшін бізге керегі қызанақ, болгар бұрышы, болгар бұрышының қызыл түсінен таңдаймыз, сарымсақ және ащы қызыл бұрыш. Алдымен ет тартқыштан сарымсағымызбенен ащы қызыл бұрышымызды өткізіп аламыз. Неге осылай бәрін бөлек-бөлек өткізіп аламыз? Сарымсақ пен ащы қызыл бұрышымызды, тәтті бұрышымызды бөлек, қызанағымызды бөлек. Үшеуін үш бөлек өткізіп аламыз. Сарымсақ пен ащы бұрышымызды жақсылап араластырып алып, екіге бөлеміз. Бір бөлігін қызанағымыздың үстіне саламыз, яғни бір кесесін салып жібереміз. Соусымыздың екінші бөлігі қою болу үшін бұрышымыздан бөлінген суын сүзіп алып, қызанағымыздың үстіне құямыз. Сарымсақ пен ащы бұрышымыздың екінші бөлігіне сүйекеден тәтті бұрышымызды тағы да бір рет өткізіп, үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Яғни қоймалжың масса шығу керек. Осы массамыздың үстіне бір ас қасық ас тұзын салып, жақсылап араластырып, алдын ала дайындап қойған, тазалап қойған, стерилдеу міндетті емес, банкілерге салып аламыз. Он минуттай қайнаған қызанағымыздың үстіне бір кесе ұсақтап туралған ақ желке мен аскөгімізді салып араластырамыз. 5-6 минут тағы да қайнатып аламыз. Татымына қарай тұз, қантын саламыз, өз қалауларыңыз бойынша. Соусымыздың екінші бөлігі де дайын болды. Алдын ала дайындап қойған банкілерімізге құйып, аузын бекітеміз. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Менімен бірге дайындаңыздар. Сау болыңыздар.